Баршаңа сәлем достар, 2-тоқсанның бжбсы жай бөлшектерге амалдар қолдану тақырыбы. Берілген уақыт 20 минут. Бірінші нұсқа бұл А деңгейі және бірінші екінші нұсқа Б деңгейде бар, оны YouTube болмаса арнадан таба аласыздар. Математикадан сұрақтарың болса, менің парақшаларыма жазар болыңдар: Instagram, TikTok және YouTube арнама. Бірінші нұсқада 3 тапсырма болады. Ал ендеше бастайық. Бірінші есеп кему ретімен жазыңыз. Алдымен бөлшектердің барлығын жай бөлшекке айналдыра алайық. 6-дан 5, 3-тен 1, 5-тен 3 көшіреміз бөлшектердің барлығын. 3-тен 5. Мына жерде жай бөлшекке айналдыру үшін аралас санды 6-ға 1-ді көбейтеміз және 1-ді қосамыз. Естеріңде болса, 6-тан 7 болады, сосын 5-тен 12 болады. Енді бұның барлығын ортақ бөлімге келтірейік. 6, 3, 5 деген сандар болатын болса, енді ойлап қарасаңдар, оңай тауып аласыңдар. 30, 36-ға да 3-ке де 5-ке де бөлінеді. Сондықтан осы 6 бөлшекке былайша айтқан кезде ең оңай жолы қазір осы ортақ бөлім деген. Барлығын дайындап қояйық. 30 бұл ортақ бөлім болады. Сонымен 30-ды 6-ға бөлсеңдер 5 болады. Мына жақта 10 болады. Мына жақта 6 болады. 10 болады. 5 және 6. Көбейтіп шығамыз. 5-ке 5-ті көбейтесіңдер, мына жерге 25 дейсіңдер. Мына жақта көбейтсеңдер 10 болады. Мына жақта көбейтсеңдер 18 болады. Мына жақта көбейтсеңдер 20 болады. Сосын 35, сосын 72. Ал кему ретімен қарайсыңдар. Енді бөлімдері бірдей болған кезде, қай бөлшектің алымы үлкен болса, сол бөлшек үлкен болады. Сондықтан ең үлкен алымы, ең үлкен сан жол 72 болып тұр. Сондықтан осыны бірінші жазамыз. Бірақ біздер бастапқы санды жазамыз. Сондықтан 2,5-тен 2 дейміз. Сосын одан кейін міне көшіріп тастаймыз 72-ні. Ең үлкен сан одан кейін 50 болып тұр. 50 ол 4-ші орында тұрған сан, ол 3-тен 5. Сондықтан 3-тен 5 деп жазасыңдар. Одан кейін 30-дан 35, ол 5-ші орында тұрған сан, 1,6-дан 1 дейсіңдер. Онда өшіріп тастаймыз. Одан кейін 30-дан 25, ол 6-дан 5 жазамыз. Сосын 30-дан 18, ол 5-тен 3 болады. Және соңғы қалған сан 30-дан 3-тен 1 деп жазамыз. Міне 3-тен 1. Кему ретімен жазатын болсақ, осылай оңай әрі жылдам табасыңдар. Келесі есептеңіз. Көбейту. Бұл жерде былай істейміз. Мына бірінші есеп 32-ден 11 көбейтілген 8. Бұны былай істейсіңдер. Біздер формула бойынша Б-дан А, мысалы С-дан Д, алымына бөліміне көбейтеміз. Сондықтан 8-дің астында 1 бар деп есептейміз. Сосын 11-ді 8-ге көбейтеміз, 32-ні 1-ге көбейтеміз. 11 көбейтілген 8, сосын 32 көбейтілген 1 деп жазаламыз. Бұл жерде қысқартып жіберейік. 1-ден 1 болады, 4 болады, сөйтіп 11-ді 1-ге көбейтеміз, 4-ті 1-ге көбейтеміз. 4-тен 11 болады. Бұны аралас бөлшекке айналдыру үшін 11-ді 4-ге бөлеміз. Ол 2 бүтін қалдық қалады, сосын 3 болады. Естеріңе сала кетейін, 11-ді мына жерде мысал бағында бөліп аласыңдар. 2-ден алсақ 8 болады, 3 қалдық қалады. Сосын 2 бүтін 4-тен 3 деп жазасыңдар. Келесі есеп В. Енді бұл жерде дайын десеңдер де болады. Мен жарайды мына жерге қазір көшіріп алайын. 51-ден 8 көбейтілген 20-дан 17. Қысқартамыз. Мына 2 сан 4-ке бөлінеді, 2, 5 дейміз. Мына 2 сан 17-ге бөлінеді. Құят қарасаңдар 17-ге бөлінеді. Мұнда 1, мұнда 3 болады. Қалған сандарды көшіріп алайық. 2-ні 1-ге көбейтсек 2 болады. 3-ті 5-ге көбейтсек 15 болады. Бұл дұрыс бөлшек, сондықтан осылай қалдырамыз. Келесі есеп 1,9-дан 2 бөлінген 7,3-тен 1. Алдымен аралас саннан дұрыс бөлшекке айналдырайық. Жай бөлшекке. Сонымен 9-дан 11 болады. Мына жерде 9-ды 1-ге көбейтеміз, 2-ге қосамыз. Бөлінген 3-тен 22. Естеріңде болса, бірінші бөлшекті қалдырамыз, екінші бөлшек көбейтіледі және орынмен ауысады. Орынмен бөлімі 22-ден 3 болады. Ал енді қысқартайық. 22 мен 11,
мында 1, мында 2, мында 3 пен 9 қысқартсақ 1, 3 болады. Сөйтіп 1 мен 1-ді көбейтеміз 1, 3 пен 2-ні көбейтсек 6. Сонымен есептер дайын. Келесі есеп. Б есебін көбейтіп алайық. Қойса, мен жазып жатырмын ғой. Бір бүтін 18-ден 7 көбейтілген 1,5-тен 1 тең болады. Бұл жерде де аралас бөлшектен жай бөлшекке айналдырамыз. 18-ден 25 болады, көбейтілген 5-тен 6 болады, тең болады. 25-тен 5 қысқарады, 5 1 болады, 6 мен 18 қысқарады, 1 3 болады. Сонымен 3-тен 5 болады. Бұл бізде бұрыс бөлшек болып қалды, оны аралас бөлшекке айналдырамыз. Сонымен 1,3-тен 2 болады. Келесі есеп Г. 8-ден 5 деп жазып аламыз. Бөлінген, жаңа айтқандай, астында 1 бар. Сондықтан 15 бөлінген 1 болады. Екінші бөлшек орнымен ауысады, көбейтіледі. 1 бөлінген 15. 15 пен 5-ті қысқартамыз, 1 3 болады. 1-ді 1-ге көбейтсек 1, 8-ді 3-ге көбейтсек 24. Келесі есеп Е. Мен мына жерге шығара салайын бірден. Екінші бөлшекті орнымен ауыстырып жіберейік. Бірінші бөлшекті көшіреміз және көбейтіледі. 5 үстіне кетеді, 3 астына кетеді. Тең болады. 9 пен 3 қысқарады, 1 3 болады. 5 пен 20 қысқарады. Мында 4, мында 1 болады. 3-ті 1-ге көбейтеміз 3, 4-ті 1-ге көбейтеміз 4. Сонымен есеп дайын. Келесі есеп сөз есебі екен. Мұқият бірінші оқып алайық. Пойыз бірінші күні барлық жолдың 8-ден 3-ін жүрді, ал екінші күні бірінші күнгіден 6-дан 1-ге кем жүрді. 2 күнге пойыз барлық жолдың қандай бөлігін жүрді? Жолдың қандай бөлігі қалды? 2 сұрақ бар екен. Егер біздер модельмен шығаратын болсақ, ол былай болады. Бірінші күні мысалы барлық жолдың 8-ден 3 бөлігін жүрді. Екінші күні тағы бір бөлігін жүреді, ол 6-тан 1-ге кем. Яғни бірінші күнге қарағанда 6-тан 1-ге кем, сондықтан оны азайтамыз. Ал біздер үшінші күнді табуымыз керек, яғни ол қанша? Сонымен осылай да шығарсақ болады, немесе мына жолдың барлығын біздер әрине 1 деп есептейміз. Міне 1 деп есептейміз. Мен мына жерге қазір жазайын. Бірінші күні, екінші күні жүрген жолы және қалды деп қоямын. Ол белгісіз сұрақ. Немесе x деп қойдық біздер. Бірінші күні 8-ден 3 бөлігін жүреді. Екінші күні бірінші күнге қарағанда 6-дан 1-ге кем. Яғни азайтамыз дедік. 8-ден 3 азайтылған 6-дан 1. Бірден есептеп тастайық осыны. Ортақ бөлім 24 болады. Мұнда 3 барады, мұнда 4 барады. Сөйтіп 9 азайтылған 4, ол 5 болады. Енді бұның барлығын біздер 1 деп алатын болсақ, соңғы күні, яғни бірінші екінші күннен кейін қалған бөлігін табу үшін біздер былай істейміз. Бірінші күнді, екінші күнді қосамыз да, сосын 1-ден азайтамыз. Сонымен бірінші амал ол 8-ден 3 қосылған 24-тен 5. Ортақ бөлім 24. Мұнда 3 барады, мұнда 1 барады. 9 қосылған 5 болады, 14. Қысқартып жүрсек болады. 2-ге 7, мұнда 12 болады. Сосын екінші амал, ол 1-ден барлық жолдан азайтамыз. Осы бірінші және екінші күннің бөлігін. 1-ді біздер 12-ден 12 деп алсақ болады. Өткен 12-ні 12-ге бөлсеңдер 1. Неге 12 деп алсаңдар? Өткені мына жерде бөлімі 12 болып тұр. Сонымен бірдей болу үшін әдейі алып отырмыз. Және азайту тең болады 12-ден 5. 12-ден 7-ні азайтсақ 5. Сонда 2 күнде пойыздың барлық жолдың қандай бөлігін жүрді? Ол үшін біздер бірінші амал мынаны таптық. 2 күнде бірінші және екінші күні осынша бөлігін жүреді. Ал екінші күн жолдың қандай бөлігі қалды дегенде ол мынау болады. Қалды мынанша бөлігі. 2 сұраққа да жауап бердік. Сонымен достар, есеп ұнаған болса, талдау ұнаған болса, парақшаға тіркеліп, достарың бөлісіп, лайк басып кетіңдер.